Сәлем достар, жануарлардың көбіне ерекше күтім керек. Бірақ кейбір жағдайларда жануарлар адасып немесе күтімсіз қалса, олардың келбеттері ұсқынсыз болып кетеді. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін сондай жануарлар жайлы айтамыз. Бұл Симбат деген парсы мысықты осындай жағдайда кәрі адамның үйіне келген жұмысшы тапқан. Мысықтың иесі мысық тұрсын өзіне қарайтын жағдайы болмапты. Мысықтың үстіндегі жүнді алу үшін 2 сағаттай уақыт кетті. Сол 2 сағаттың ішінде Симбат бір артық қозғалыс жасамай тып-тыныш отырған. Жүнді алып болғаннан кейін салмағы мысықтың өзінен ауыр болып шықты. 5 килограммдық жүн үшін байқұс мысық қозғала алмай, артқы аяқтары тартылып қалған. Қазір Симбат сол оны тапқан жұмысшының үйінде тұрады. Бір қарағанда мына итті қой деп ойлап қалса болады. Лазер деген бұл иттің иесі төсек тартып жатып қалған. Ит бірнеше жыл бойы қора мен жақын жерлерде жүріп, өзінің иесінен алыстамай жүрген. Бір күні адамдар оны тауып алды да, үстіндегі жүнін алып иттің өмірін жеңілдеткен. Енді 16 килограмм жүннен айырылған иттің әр күні қуануымен өтеді. Лондонда жолдың бойында адамдар жүнге толы қорапты тапқан. Дұрыстап қараған кезде қораптың ішінде өлейін деп жатқан мысықты байқады. Жүнді алу оңай болған жоқ, бірақ бәрі аяқталғаннан кейін мысық бірден ұйықтап қалыпты. Қазір Мэтт деген мысық оның жүнін алған адамның үйінде тұрады. Мына итті тапқан кезде ол бәріне үріп, ешкімді өзіне жақындатпайтын. Бірақ адамдар оған жамандық істемейтінін түсініп өзі келді. Енді бұл ит осы адамдарды кездестіріп, оларға жақындағанына еш өкінбейді. Жаңа Зеландияда меринос қойларды өсіретін фермада жылына бір рет қойларды қырқады. Мына Шрек атты қой дәл жүн қырқатын күні тау жақтарға қашып кеткен. Шрек 6 жыл бойы сол таулы аймақтарда мекендеген. Оны тапқан күні ол бірден Жаңа Зеландияның жұлдызына айналды. Оны қырқу кезінде жүздеген адамдар, әртүрлі телеарналардан және Гиннес рекордтар кітабынан адамдар келген. Шректің үстінен 27 килограмм жүн түсті. Қойдың иесі жүнді аукционда сатып, тапқан ақшаның бәрін балалардың емделуіне жіберді. Бірақ бірнеше жылдан кейін Шректің рекордын мына Крис деген қой жаңартты. Қой өзінің табынан адасып кеткені көрінеді. Адасқан қойды сол жердегі тұрғындар тапты. Бірақ осындай жүнді ешкім қырқа алмағандықтан Жаңа Зеландиядағы Шректің жүнін алған Шен Эликсті Австралияға шақырды. Жай қойдың жүнін алу үшін 5 минут кетсе, Кристің жүнін 1 сағаттың ішінде толығымен алды. Қойдың үстіне 40 килограмм жүн түсті. Бұл алдыңғы рекордтан 13 килограммға көбірек. Жүні қырқылған қой басында дұрыс жүре алмайтын. Бірақ енді бәрі түзелгеннен кейін басқа қойлардан еш ерекшеленбейді. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз, себебі сіздің лайктарыңыз біздің еңбегіміздің ақталғанын көрсетеді. Пазл каналына жазылып, өз достарына бізде күнде жаңа видео екенін айтып жіберіңіз. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл!